Сәлем достар, бізде жаңа рубрика. Ол рубриканың аты түсінбедім. Қалай сонда? Яғни, бұл рубрикада біз сендерге ең актуалды жаңалықтарды айтатын боламыз. Демек, ұбт-ның жаңа форматын ең оңай тілде түсіндіреміз. Осы жаңа форматты ұбт-ның ең актуалды жаңалығы, ол сен грант конкурсына қатысу үшін 2 рет ұбт тапсыра аласың. Яғни, 15 сәуір мен 30 маусым аралығы кез келген күні 2 рет ұбт тапсыруға мүмкіндігің бар. Және де ол күндердің барлығын сен өзің таңдайсың. Ешқандай да мектеп, әкімшілік, аудан таңдамайды. Таңдау өзіңде болады. Мысалы, 20 сәуір мен 20 маусымда алайық. Әрине, ол күндер егерде бос болса, осы күндер сенің ұбт тапсыруға мүмкіндігің бар. Оның ең жақсысы, осы 2 ұбт-ның қайсының балы жоғары болады, сен соны грант конкурсына ұсына аласың. Тағы бір актуалды жаңалығымыз, ол әр мамандықтардың шектік балдары анық болды. Мысалы, мұғалім мамандығына түсу үшін сен кемінде 75 балл жинауың қажет, медицина мамандығына түсу үшін 65 балл, ал ауыл шаруашылығы ветеринарияға тапсыру үшін 60 балл, қалған мамандықтардың барлығына кемінде 50 балл жинау қажетсің. Бұл не дегеніміз, достар? Бұл дегеніміз, сен мұғалім мамандығына түсу үшін 75 балл жинасаң, саған ешкім грантты гарантия бермейді. Ол дегеніміз, осы мұғалім мамандығына түсу үшін ең кемінде жинау керек балың. Яғни, платныйға түсу үшін де, грант конкурсына қатысу үшін де сен 75-тен кем алмауың қажет. Алдыңғы айтылған ақпараттардың барлығы, ол жалпы сол мамандықтарға тапсыру үшін. Ендігі бір мәселе бар. Ол әр мамандықтың грантқа шектік балдары. Мысал айтатын болсақ, 2020 жылы ең соңғы математика пәні мұғалімдігіне тапсырған бала 107 жинаған болатын. Яғни ол грантқа шектік балл алдыңғы жылы 107 балл болған. Осыдан мынандай қорытынды шығаруға болады. Егер де сен математика пәні мұғаліміне грантқа түскің келетін болса, ең азы 110 мен 120 балдың аралығында жинауың керек. Сол кезде сенің грантқа түсу мүмкіндігің жоғарылайтын болады. Тоқта, өтіп кетпей тұра тұр. Саған менің кішігірім бір өтінішім бар. Осы видеоға лайк бас, сторисіңа сал, және де өзіңнің достарыңа тарат. Бұл бізге келесі видеоны түсіру үшін мотивация болады. Рахмет. Достар, байқағандарыңыздай, бұл бізде жаңа рубрика. ұбт-ға аз ғана уақыт қалғаннан кейін осы уақыттың барлығын біз сендермен өткізуді жөн көрдік. Егер де сенің ұбт-ға байланысты қандай да бір сұрағың бар болса, сол сұрақтарыңды комментарийға жаза кет. Ал егер комментарийдің ішінен өзіңнің сұрағыңды көрсең, соған жай ғана лайк бас. Ең көп лайк жинаған сұрақтардың барлығына біз осылай видеомен жауап беретін боламыз.